Сәлем баршаңызға, менің есімім Бибінұр Хамитқызы, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Whoopie Pie тортының рецептісімен бөлісетін боламын. 100 грамм сары май мен 180 грамм қара шоколадты су моншасында ерітеміз. Шоколад менде Қазақстан Рахатовский. 4 жұмыртқа мен 160 грамм қантты миксерлейміз. Консистенциясы сізге түсінікті болсын деп әдейі көп жылдамдатпадым. Миксерлеп болғаннан кейін шоколадты қоспамызды араластырамыз. Осындайда лопаткамен түбін қыруға өте ыңғайлы. Қасықтан гөрі торт пісірген уақытта әркез лопатка қолданыңыз. Барлығын миксерлейміз, біркелкі жұмыртқа араласу керек шоколадпен. Онды міндетті түрде електен өткізу қажет. Оған 2 шай қасық разрыхлитель қосамыз. Менде Duo фирмасы. Duo фирмасы разрыхлителінің бір жақсысы ащы дәм бермейді. Онымен араластырып, кейін шоколадты қоспамызға қосамыз. Біртіндеп мен 3 бөліп қостым. Мінекей біздің қамырымыз дайын болып қалды. Консистенциясын қарап алыңыз, осындай қоймалжың сұйықтық болады. Оның комоктарын байқасаңыз, жаруға тырысыңыз, өйткені піспей қалуы мүмкін. Енді пергамент қағазымызды дайындаймыз. Мен силиконизированный пергамент қағазын пайдаланамын. Раздвижной формаға осылай біздер бортик жасап аламыз. Сол кезде біздің қамырымыз ағып кетпейді. Менің формамның диаметрі 20 сантиметр. Мен 4-ке бөліп, 4 көш пісіремін.
Өздеріңіз байқағандай мен көбіне көзбен бөле саламын. Егерде сіз теңдей төртке бөлуге қиналсаңыз, онда кесе пайдалануға болады. Кондитерский мешокқа құйып, біреулер бірден жаңағыдай дөңгелектеп ағызып жатады. Мен осылай бірінші құямын және лопаткамен жайғастырамын. 180 градуста алдын ала қыздырылған духовкада біздер 5-7 минут пісіреміз. Қалған корждарды да дәл осылай формаға жайғастырамын. Ал енді креміне көшейік. Бізге 400 грамм творожный сыр, 350 грамм сливки және 160 грамм сахарная пудра қажет. Барлығын миксерлейміз. Крем дайындаған уақытта естеріңізде болсын, барлық ингредиенттер сап-салқын болу керек. Кемінде 2 сағат, 3 сағат холодильникте тұрған болуы қажет. Творожный сыр мен сливкиді араластырғаннан кейін мен маскарпоне қосамын. Вупи-пай тортына маскарпоне қосқан абзал. Сонда дәмі ерекше болады. Мороженый сияқты болып келеді, дәмі күшті. Және тағы да бір ескеретін жайт, крем дайындаған уақытта сіздің бөлмеңіз қоңыр салқын болғаны жақсы. Қазір мысалы күз мезгілі, күзде терезе ашып қоюға болады. Бөлме қатты ыссы болмау қажет. Жазда кондиционер қосып қойған абзал. Біздің нежный, сондай жүрекке тимейтін, өте дәмді, қатты тәтті де емес креміміз дайын. Осы ингредиенттерді сақтап алыңыздар. Мөлшері өте үйлесімді. Біздің корждарымыз силиконизированный формада піскендіктен қараңыздар, жабыспайды. Өте біркелкі, әдемі түсте пісіп шығады. Барлығы дайын, енді тортымызды жинау қалды. Бізге осындай кондитерский мешок және насадка қажет. Дөңгелек кремімізді кондитерский мешокқа салып, мұқият видеодағыдай. Менде майонездің ыдысы өте ыңғайлы, биіктеу. Біреулер кувшинге орналастырып жатады. Кондитерский мешокқа салғаннан кейін біздер ауасын шығарып аламыз. Тексеріп алыңыз. Өйткені жаңағы ауа болса атылып кетуі мүмкін да креміміз. Тортымыз подложкадан сырғанап кетпеу үшін ең түбіне крем жағамыз. Сонда коржымыз подложкаға жабысып тұрады. Ары қарай барлығы видеодағыдай. Барынша тез-тез енгізген жақсы. Мен сіздерге көрнекті болу үшін, түсінікті болу үшін баяу жасап отырмын. Және кондитерский мешокты алақанмен көп ұстап қыздырып алмаңыз. Себебі креміңіз еріп кетуі мүмкін. Сондықтан тез-тез енгіземіз. Көбі видеодан қарап отырып, кремі көп деп ойлауы мүмкін. Бұл крем табиғи крем. Құрамында творожный сыр және сливки, қант аса көп емес, сондықтан да жүрекке тимейді. Кремнің құрамында сары май жоқ. Жүрекке тимейді. Крем көп емес.
Осы тұста қараңыздар қаттырақ басамыз және кондитерский мешокты қалай ұстағаныма мән беріңіз. Түбінен орап, қысып ұстаңыз. Тортты жинақтап болғаннан кейін кемінде 2 сағатқа біздер тоңазытқышқа қоямыз. Тоңазытқышта тұрған уақытта біздер келесі ганашымызды дайындаймыз. Ганаш дайындау үшін 100 грамм шоколад пен 80 грамм сливкиді араластырып, микроволновкада 20 секунд интервалмен қыздырамыз. Міндетті түрде 20 секунд интервал жасаймыз, өйткені шоколад күйіп кетуі мүмкін. Егер микроволновка болмаса, онда водяной баняда ерітеміз. Тортты өз қалауыңызша әсемдеуге болады. Мен таңқурай пайдаландым. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, пальчикті жоғары қарай басып, мені қолдап отырыңыздар. Менің инстаграм парақшам Бибінұр Хамитқызы. Ол жерде пайдалы жазбаларға толы. Сау болыңыздар.